Жұбайлар шаттығы Мұхаммед Ахмад Канған. Құда түсуінің мағынасы мен үкімі. Жігіттің қызға үйлену туралы тілек білдіруі құда түсу, хидба деп аталады. Жігітті құда түсуші, қызды саушы келіп жатқан қыз дейді. Неке қиюдың бұрын құда түсу сүннет себебі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзі үшін де өзгелер үшін де құда түскен. Құда түсіп сөз салудағы мақсат қыз бен әке-шешесінің пікірін білу, әрі ол қыз бен үй ішіндегілердің көз қарасын айқындау. Өйткені неке қиюдан бұрын екі жақтың келісімі болуы қажет. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әйел адамның некесін рұқсатын алып қана қиюға бұйырған. Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жесір әйелдің келісімі, ал қыздың рұқсаты алынбайынша неке қиылмайды деп айтты. Сахабалар: "Уа Аллахтың елшісі, қыздың рұқсаты қандай болады?" деді. Аллахтың елшісі, Аллах оған игілігі мен сәлемі болсын, үндемеуі деді деген. Демек, жесір немесе ажырасқан әйелмен ашық сөйлесіп, уәлиі оның тұрмыс құруға деген көз қарасын анық білуі тиіс. Ал қыздан неке қию үшін рұқсат сұралады. Қыз риза екендігін айтуы міндетті емес. Үндемегеннің өзі жеткілікті. Себебі қыз бала пікірін ашық айтуға ұялуы мүмкін. Айша анамыз, Аллах оған разы болсын, "Уа Аллахтың елшісі, қыз бала ұялады ғой" дегенде пайғамбардың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның разылығы үндемегені дегені риуаят етілген. Алайда не себептен үндемеген нақтылап анықтау қажет. Мұны уәлиі қыздың көңіл күйінен, қас қабағынан байқайды. Құдалық сөйлескенде міндетті түрде қыздың уәлиінің рұқсат келісімі болуы шарт. Ғұламалардың көпшілігінің пікірінше бұл некенің басты шарты болып табылады. Өйткені хадисте уәлисіз неке қиылмайды делінген. Көптеген ғұлама уәлидің ризалығының шарт екендігіне Аллах тағаланың уәлилерге, қамқоршыларға қарата айтқан: "Қашан әйелдеріңді талақ етсеңдер және олардың иддасы аяқталса, онда қамқоршылары олар өзара игілікпен келіскен болса, ерлерімен қайтадан некелесуін тыймаңдар" деген сөзін дәлел ретінде келтірген. Яғни талақ етілген әйелдің өз күйеуіне қайтадан қосылуына тыйым салмаңдар. Өйткені шариғат бойынша оның қайта қосылуына құқы бар. Имам Шафиғи, Аллах оған рақым етсін, бұл аят уәлидің қажеттілігіне айқын дәлел. Әйтпесе қамқоршылардың бұл іске тыйым салуының ешқандай мағынасы болмас еді деген. Ғұламалар арасында бұл мәселе төңірегінде әрқилы пікірлер қалыптасқан. Олар жайлы фиқх кітаптарында кеңінен таратылып айтылған. Айттырған қызды көру. Асылында шариғат үкімі бойынша еркектің бөгде әйелге, ал әйелдің бөгде еркекке қарауы харам. Әйел еркектің қайсысы болсын бір-біріне тіке қараудың именіп, назарларын тайдырғаны дұрыс. Өйткені Аллах тағала мүміндерге айт, бөгде әйелдерге қараудан көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін қорғасын. Бұл олар үшін өте жақсы деген. Бірақ айттырып келгенде жігіт пен қыздың бір-біріне көз тастауына рұқсат етіледі. Тіпті бұл сүннет саналады. Бірақ мұндай жайттың өзі тек қана құда түсу ниетімен болуы шарт. Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үйленбекші болып тұрған бір адамға: "Оны көрдің бе?" дейді. Ол "Жоқ" деп жауап берді. Сонда пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам "Бар да көр" деді деген. Жабир ибн Абдуллах, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Аллах елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, егер сендердің бірің үйленуді ниет етіп бір қызға сөз айтса немесе айтқысы келсе, некені тездету үшін мүмкіндігі болғанша оны барып көрсін деді деген. Көптеген ғұламаның пікірі бойынша жігіт қыздың беті мен екі қолын ғана көреді. Өйткені бет сұлулыққа, екі қол дененің сымбаттылығына дәлел бола алады. Жігіттің қызды құда түсерден бұрын көргені абзал. Себебі егер ұнатпай қалса, оларды мазаламай қайта береді. Жігіттің қызды көруіне қыздың келісімі қажет емес, және білуі де шарт емес.
жігіттің қызға білдірмей қарауына да болады. Әбу Хумайд әс-Сағди, Аллах оған разы болсын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, егер біреулерің бір әйелге үйленбекші болып қарасаңдар күнә емес, тіпті әйел білмесе де деді деген. Кейбір адамдар құда түсу барысында қызбен оңаша қалу, сапарға бірге шығу, түн баласында бірге болып әңгімелесу, бірге серуендеу сияқты істерді әдетке айналдырған. Бұл әрекеттер әлбетте батыстан келген оғаш әдеттердің ұшқыны. Мұндайлар осы арқылы қыз бен жігіт бір-бірімен жақынырақ танысады, бір-бірінің мінез-құлқын жақсырақ біледі, сол арқылы бақытты тұрмыс құрады деген сылтаулары алға тартады. Мұндай ақталу күнделікті өмірге негізделмеген бос әрекет. Өйткені екі жас алғашқы сәттерде сыпайылық сақтап, бір-біріне жасанды әдептер көрсетеді. Той өткен соң ғана жастардың шынайы бейнелері ашық көрінеді. Көптеген жас бір-бірінің бет пердесін толық білгеннен кейін ғана үйленгендеріне өкініп, үмітсіздікке ұрынып жатады. Мұның артынша ажырасу көрініс береді. Ендеше жасандылыққа ұрындыратын мұндай әрекеттерден гөрі діни шарттарға, иманға байланған некенің ғұмыры мәңгі болмақ.